Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті YouTube арнамның оқырмандары. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет жаздың ыстық күнінде таптырмас мұздай көже немесе айран көже жасайтын боламыз. Ол үшін бізге күріш және де сары жүгері болмаса бидай қажет болады. Осыларды жақсылап жуып, тазалап аламыз. Ең алдымен бидайды жақсылап салқын суда жуып, тазалап аламыз. Күрішке қарағанда бидай ұзағырақ пісетін болғандықтан, ең алдымен бидайды жақсылап пісіріп аламыз. Осындай үлкенірек көлемде ыдысқа бидайымызды салып, толтырып су құямыз. Бір кесе бидай салдым. Ол қазір піскеннен кейін көбейетін болады. Жақсылап суды толтырып салып аламыз. Осылай толтырып суын құйып аламыз. Суын толтырып болғаннан кейін астын жағып, бетін қайнағанша жауып қоятын боламыз. Бір жарты сағаттың көлемінде қайнайды. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін алып, бір араластырып, күрішін салуға дайындаймыз. Ол үшін күрішті жақсылап жуып, тазалап, үстінен саламыз. Күрішін салғаннан кейін дәміне қарай тұзын саламыз. Күріші мен бидайы піскеннен кейін кішкене суытып, үстінен айранын қосамыз. Көлеміне қарай айран қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің көжеміз дайын болды. Енді ары қарай салқындатып, тоңазытқышқа, холодильникке салып, салқындатып, іше беруге болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздер де осы рецептпен жасап, егер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.